2 dekabr күні Бірлескен Араб Әмірліктерінің шіркімлестіргеніне 53 жыл толды. Мемлекет Абу-Даби һәм Дубайдағы футуристикалық бәлент имаратлары, жоғары тұрмыс дәрежесі һәм экономикалық раважлануымен танылған. Ертеклердегідей бай қара алтын мемлекеті есептелінеді. Бірақ теңгенің екінші тарапы да бар. Бүгінгі санымызда әмірліктерде қандай экономикалық раважланулар жүз бергені, мемлекет нефтіне қарамлықтан қалайынша құтылуға харекет етіп отырғаны, һәм онда кімлер үшін өмір шыдап болмас дәрежеде жаманлығын біліп аласыз. Сіз Айдың каналындасыз. Менің атым Исламбек. Дубайға саяхатты бастадық. Жазирама құяш сахрадағы кішкене ғана портын қыздырып тұрады. Қандай да бір орында сая табу қиын. Ешқандай жол жоқ. Атрапында километрге созылған құм. Электр, су машқалаларын ғой айтпасақ та болады. Қалада түйелер менен біргелікте бадауилер айланып жүріпті. 1970 жылларда Дубай міне сондай көріністе еді. Бірлескен Араб Әмірліктерін құрушы аймақлардың экономикасы балықшылық һәм мерует санатына байланысты еді. Бірақ 20-ші асырдың орталарына ол жерде нефт кәнілері табылды. Һәм 1962 жылда ол бірінші рет Абу-Даби қалашасынан экспорт етілді. Бұл регионның экономикалық системасын түптен өзгертті. Сол дәуірде әмірліктер Британия хүкімранлығы астында болған. 1892 жыл олар арасында шартнамаға қол қойылады һәм оған көре Британия сыртқы істерді, әмірліктер болса тек ішкі істерді қадағалайтұғын болған. Бірақ 1968 жылда Ұлы Британия Суэц каналының шығысында жайласқан аймақлардан әскерлерін алып шығу ниетін жариялады. Сол жылы шейхлар Абу-Даби хукумдары Заид ан-Нахьон һәм Дубай әмірі Рашид арасындағы аймақлық келіспеушіліктерге қарамай Бірлескен Араб Әмірліктерін жаратылуға келісіп алды. Кейінгі 3 жыл ішінде тағы 4 шейх ауқамға қосылды. Және бірнеше ай өткеннен кейін Рас аль-Хайма әмірлігі де бұл ауқам ағзасына айланды. Саясаттанушылардың пікірінше, конфедерация тикарынан әмірліктердің ғайресіз болуының бірден-бір жолы еді. Себебі нефт табылғанына қарамай 1971 жылға келіп, ешбір әмірлік елі сияси һәм хақиқи ғайресіздікке ерісу үмканына ие болмаған. Олардың барлығы әскери, сияси һәм экономикалық тәріптен халсіз болған. Бірлескен Араб әмірлігі коллектив принциплер тикарында басқарылады. Расми тәріптен 7 әмірліктің әмірлері ғайресіз һәм бір-біріне тең. Бірақ тарихи келіп шығуынан басқа 5 әмірлік сияси кепілдіктерді Абу-Даби һәм Дубай әмірлеріне тапсырады. Абу-Даби һәм Дубай әмірлерінен бірі президент, екіншісі болса һәмме уақыт бас министр вазипасын атқарады. Әлбетте, Дубай һәм Абу-Даби бөлек раважлану мүмкін еді. Бірақ түсіну керек, нефт Абу-Дабида істеп шығарылып, Дубайда сатылатуын еді. Әмірліктердегі экономикалық раважлану тикарынан Абу-Даби аймағында қазып алынатуын нефт молдары, бүткіл мемлекеттегі улума халық саны, сондай-ақ барлық керек нәрселерменен тәминлеу аңсат болған кіші аймақ себеплі жүз берген. Әмірліктер түйелерге қайтуды қаламайды. Экономикалық маслихатшы Хамид Хасан аль-Бахрдың айтуына қарағанда, 1970 һәм 80 жылларда азат етілген Бірлескен Араб әмірліктерінде адамлар ақшаны саудан басқа еш нәрсе істемеген. Әмірліктердің халқы тек пайдалануды қалеген. Өнімлер ең қымбат, ең жақсы һәм шет елдікі болу керек болған. Бірақ зерттеулер шөлде нефт бір күні келіп таусылатуын көрсетеді. Тез арада емес, мүмкін 2040 жылларда. Бірақ таусылған нефт басқа пайда болмайды. Сондан кейін әмірліктер басқа дарамат деректерін ізлеген. Һәм нефт болмаса, неден пұл табу мүмкінлігі хақында ойлаған. Бірінші болып туризм тарауы ұсыныс етілді. Бірақ бұл жерге келіп туристер не көрер еді? Құм менен 1-2 түйені ме? деп
Hamma бұл ұсынысқа ашықтан-ашық күлді. Бірлескен Араб Әмірліктерін туризм һәм глобалласу арқылы рауажландыруды ұсыныс еткенлер туры шықты. 1970 жылларда Дубайдың бірінші әмірі Рашид ибн Саид Аль-Мактум глобалласудан маптар еді. Регионда Абу-Дабидағыдай үлкен табиғи ресурслар резервлері жоқ еді. Һәм шейх өз әмірлігін рауажландырудың альтернатив жолын тапты. Бір версияға көре, ол Дубайдан 35 километр ұзақлықта жайласқан Жебел Али ауылында жаңа порт құру идеясымен шыққан. Әмір атрапындағылар бұған қарсы еді, бірақ хукумдар өз пікірінде тұрып алды. Оның үшін порттың құрылысы Дубайды жаһан логистика орнына айландыру жолында ахметлік қадам болды. Оның баласы болса, бұл жерде елі дүнияны таң қалдырып келтірген құрылыс объектілерін жаратты. Дүния атаулары хақында да есткен болсаңыз керек. Дүния картасына ұқсатып құрылған атаулар жиындысы адамды хайран қалдырады. Ең ахметлісі әмір нефт таусылып халық және шөлдегі апуай тұрмысына қайтуынан қорқатуын еді. Оның бір гәпі де бар. Бабам түйеде, әкем түйеде, мен Мерседесті, балам Range Rover'да, ақлығым да Range Rover'да. Бірақ ақлығымның баласы және түйем нема деген. Әмірдің мирасқоры һәм баласы Мухаммад бин Рашид Аль-Мактум да глобаласуға барын тіккен. Хақиқаттан да шейх Монг оны сондай атаған Дубайды өзгерткен. Оның шарапаты менен футуристикалық бәлент имаратлар һәм хақиқи сахрадағы Гонконг пайда болды. Бұл екі түрлі дәуірдегі Дубай. Тек қана ітібар берің. Әжайып, е? Оннан бұндай имаратларды құру себебін сұрағанда шейх құрын, һәм олар келеді деп жауап қайтарды, һәм ол хақ еді. Бүгінгі күнде Бірлескен Араб Әмірліктері дүниядағы жетекші саяхатшылық бағдарынан бірі болып, 2021 жыл статистикасы бойынша Дубайға айына орташа 1,5 миллион турист келген. Әмірліктер дүниядағы тасдиқланған нефт резервлерінің 5,6% һәм газ резервлерінің 3%-ке ие. Және де халық жан басына жылдық жалпы ішкі өнімі $70,000 асады. Бұл дүниядағы 6-шы ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Көз алдыңызға келтіріп отырсыз ба? $70,000 жан басына. Өзбекстанда дерлік $2,000. Яғни Өзбекстанда орташа жылына бір адам $2,000 сарпылайды. Әмірліктерде болса $70,000, 35 есе көбірек бұл сарпылайды. Бірақ 2030 жылға барып, әмірліктер нефттің жалпы ішкі өнімдегі үлесін 20%-ке шекем азайтуды режелестірмекте. Бірлескен Араб Әмірліктері тикарнан 21 асыр басынан өз экономикасын диверсификация қылу процесін баслады. Яғни, жаңа істеп шығару һәм іскерлік түрлерін жаратуды баслады. Нефт химия, құрылыс санаты, құрылыс материалларын істеп шығару, металлургия, кемешілік, сонымен бірге ауыл қожалығы һәм балықшылық. Бұл тізімді тағы давам еттіру мүмкін. Әмірліктер құрылыс, сауда, ауыл қожалығы тарауларына үлкен қаржыларды тарта алды. Һәм пайданың үлкен бөлігі финанслық һәм сауда операциялары есабынан тәминленеді. Дерлік барлық ірі компаниялар Бірлескен Араб Әмірліктерінде уәкілханаларға ие. Бұндан тысқары әмірліктер тарапынан космик программа һәм ақыллы қалалар жаратылып жатыр. Қанегелердің пікіріне көре, олар нефт қарамлығынан бір қанша табыслы шығып жатыр. Социал кепілдіктер һәм алтын қапес. Дубай бұқаралары үшін бүткіл социал қауіпсіздік системасы бар. Солай етіп, туылғанда ұл бала шамамен ярым гектар өлшемдегі бейпул жер учаскесін, сондай-ақ ажыратылған учаскада үй құру үшін кредит алу құқығына ие. Кредит 30 жыл мүддетке жылдық 2% бенен беріледі. Ешкім бұқараны ажыратылған жерге үй құруға мәжбүр етпейді. Ол тек қана учаскені ижараға беру һәм пассив дарамат алу мүмкін. Бұндан тысқары Дубайда бұқаралар үшін медицина һәм білімлендіру бейпул. Егер студент мұсылман университетке оқуға кірсе, оған $2,000 айына стипендия төленеді. Сондай-ақ үй жайменен де тәминленеді. Пенсия 20 жылдық жұмыс стажынан кейін төлене бастайды.
Оның көлемі іс хақысының 80%-ін құрайды. Бұнан тысқары, Дубайда дарамат салығы жоқ. 5% ККС болса, тек 2 жыл алдын енгізілген. Араб әмірліктерінің хукумран шаңырақ ағзалары өмірі болса, шығысқа тән ертекке ұқсайды. 2019 жылда Business Insider сайты Дубай әмірі Мухаммад бин Рашид Аль Мактум $4 миллиард иесі екенлігін хабарлады. Дубайдың хукумран шаңырағы көшпес мүлікке Ұлы Британияда да иелік етеді. Бірақ Дубай әмірі шаңырағының өмірі бір қарағанда ертектей түйілгеніменен, екінші тараптан ол триллер элементтері қосылған драмаға ұқсайды. Неге дейсіздер ме? Тансын, Әмір Мухаммадтың 6-шы хаялы, шығыс тымсалы Хая бин Аль-Хусайн. Ол Оксфордты қызыл дипломменен тамамлаған. Байғы машиналарына қызығатқан спортсменка. Дубайда білімлендіру һәм денсаулықты сақлау тарауындағы социалдық жойбарларда актив қатынасқан хаял. 2019 жыл әмір өз хаялын жеке қорқышысыменен жақын болды деп гуманланады. Хаял өз өмірінен қорқып, 2 баласы һәм $46 миллион жақын пулды алып Дубайдан Европаға қашып кетеді. Кейін Европадан тұрып, күйеуіменен ажырасуды талап етеді. Әмір болса, ажырасу ұсынысына шайрана мүнесебет білдіреді. Шейх бір уақытлары жақсы көрген инсанының тірі ямаса өлі екенлігінің маған басқа ахметі жоқ деген қосық қатарларын Инстаграмда жазып қалдырады. Ашлық, құллық һәм сахра. Мемлекеттен қашуға ұрынған Малика Латифа себеплі, әмірліклерде хаяларды кемсіту кең түрде талқыланады. Нәтижеде социалдық реформалар әмелге асырылды. Мысалы, хаяларды хаял болғаны үшін ғана кемсіту қадаған етілді. Һәм хаяларды күйеулеріне бағыну мажбуриятын жүклеген низам қағидаларды бекарлады. 2020 жылда әмірліклерде ар-намысқа тию жинаятын және де қаттырақ жазалау енгізілді. Ар-намысқа тию жинаяты бұл жақын шығыста мыңлаған әйелдер һәм қызлар, мысалы үйден қашуға, ер адам менен мүнесебетке кірісуге, ямаса дәстүрлерді басқа жолмен бұзуға қарар қылсалар, сондай адам өлтірушілік құрбаны болады. Экономист Марсель Имамовтың пікіріне қарағанда, араб әмірліктерінде хаялар құқықтарын қорғауға қаратылған жойбарлар актив істеп шығылып, низамлар қабыл етілмекте. Мысал үшін, әзі жыныс уәкілдері үшін компания тізімге алу, лицензиялар алуда, бизнесті шөркемлестіру сияқты тәртіптер жаратылды. Бұл әмірліклерде бизнес орталық һәм сияси жағдайды жақсылауы айтылған. Сондай болса да, қанегелердің пікіріне қарағанда, араб жәмиетіндегі хаяллардың позициясы, олардың мінез құлқыларына қойылатын талаплар, еліге шекем олардың актив тұрмыс тәрізін апаруына тосқынлық жасап атыр. Мысалы, әйелдерге өмір жолдасы, ямаса жасы үлкенлеу ағайынының қауындерлігісіз үйден шығып кету қадаған етіледі. Айтуларына қарағанда, бұндай қағида харекет еркінлігін шеклейді. Һәм соған мас тәрізде хаяллар һәм қызлардың іскерлік шеңбері де шекленіп қалады. Инсан құқықтарын қорғаушы шөркемлердің мағлуматларына көре, әзірге шекем әмірліклер низам һәм әмелиятта хаялларға кемсітуді жоқ ете алмаған. Мемлекет өзін хаялларын құқыларын кеңейту бойынша чемпион ретінде көрсету үшін көп уақыт һәм пул сарплады. Әмірліктегі аз айлық алушы шетел жұмысшылары мәжбүри минет һәм адам саудасы қаупі астында жасайды. Бұның себебі де минет мигрантларын қадағалау үшін қолданылатын кепілдік системасында. Шетелдік жұмысшы автоматикалық түрде жұмыс берушіге қарам болып қалады. Себебі виза үшін жұмыс беруші пул төлейді. Нәтижеде мигрант тек бір жұмыс орнына байланып қалады. Парсы қолтығы мемлекеттерінде тикарынан улума минет мигрантлары арасында бәсекі төмен. 2013 жылда Филиппин депутаты Валтем Беллоның ватанластарына ең жаман қатынаста болып атырған бұл парсы қолтығы мемлекеттері екенлігін айтқан. Парсы қолтығы мемлекеттері делінгенде Бірлескен Араб Әмірлігі, Саудия Арабистан, Бахрейн, Кувейт, Ирак һәм Иран түсініледі. Алдынлау The Guardian журналисті Дубайдағы минет лагерінен біріне кіру мүмкіншілігіне ие болды. Ол жерде бәлент имаратларды құрып атырған жұмысшылар жасаған.
Айрым жағдайларда бір ханада 20 адамда ұйықтайтұғын еді. Қала сыртында жайласқан лагерлер саяхатшылардан жасырылған. Қолайлықлар апуайы. Сіз лагер қажетханалары қасындағы хәуледе жуынуыңыз мүмкін. Бос уақытыңызды шығынды арасында крикет ойнауыңыз мүмкін. Кешкі ауқатты болса, май жабысып қалған табақларда пісіріледі. Журналист Гейт Абдул Ахад жүдә қызық жағдайға гуа болған. Мигрантлар қымбат сағатлар, мобиль телефонлар һәм Дубай Бәлент Эмиратлары хақында мақтап жазылған газеталарын полға төсеп, үстінде ауқатланған. Зерттеуші Барбара Дегорчтың сөздеріне көре, әмірлікте құллықтың 3 көрінісі бар. Өзін құл жағдайына шекем алып келген минет мигрантлары. Балалар. Кейде хатте 5 жаслы түйеге қараушы сыпатында жұмысқа алынады. Һәм хаяллардың жинси құллығы. Басында жақсы жұмыс шараятын уәде етіп, барғаннан кейін билет үшін 4-5 мың доллар төлеттірді. Төле болмаса қамаласаң, деп қызларды жез өкшелікпені шұғылануға мәжбүрлену хақында менімше хаммен сейіскен болсаңыз керек. Қызлар болса тек қана полицияшылар жез өкшелік қылатуғын жерлерді тауып, иелерін қамап, оларды депортация қыламанға шекем құллық етіп жүруге мәжбүр болады. Қараңғы тәріплері, кемшіліктері һәм ахметлі машқалалар болғанына қарамай, араб әмірліктері тез рауажлан батырған мемлекет болып, Парсы қолтығындағы ең либерал мемлекеттерден бірі есептелінеді. Бұл жерде олар басқа мәдениетлер сүйнуларына салыстырғанда бауыры кеңілеу. Қам реформалар астен-астен социалдық теңсіздікті жұмсатып, мемлекетті нефт қарамлығынан құтылуға жәрдем береді. Экономикалық көзқарастан бірлескен араб әмірліктері табиғи ресурсларына қарезлі болған басқа мемлекеттер үшін үлгі болу мүмкін. Осыныңмен бүгінгі санымызды жұмақлаймыз. Сіздермен бірге болған мен Исламбек. Кейінгі санларымызда көріскенше сау болың.